Ықпалдастық, тіл, мәдениет, салт дәстүрлер. Бүгін осылай аталатын халықаралық ірі жоба қорытындыланды. Қазақстан Халқы Ассамблеясы ұйымдастырған шараға мыңға жуық адам қатысқан. Сөйтіп қысқа мерзімде қазақ тілін үйренген үздіктер марапатталды. Тіл дарын тілдерді оқыту орталығы өзге ұлт өкілдерін қазақшаға үйретуді өткен жыл қолға алған. Курсқа қатысушылардың ішінде өзінің ана тілін білмейтін қазақтар да бар. Көбі ұлттық компания мен банк қызметкерлері. Тіл үйрету Түркияның Кемер қаласындағы демалыс орындарының бірінде жүргізілді. Ұзын саны 800 адам 3 ай бойы тек қазақ тілін үйренумен шұғылданды. Жоба әлі де жалғасады. Қатысатын азаматтардың да келгендері әртүрлі ғой. Сондықтан білім деңгейіне байланысты сөйлей алмағандар сөйлеп кетті деп айтуымызға болады. Түсінбеген азаматтар сол жерде тілді түсініп біраз сөйлегендер де болды. Мен күнделікті тұрмыста қолданатын сөздерді толық үйрендім. Жұртпен амандасып, жағдайын біле аламын. Қазақ тілін үйрену аса қиын емес екен. Енді сол білімімді жетілдіру үшін мәжілістегі аптасына 2 рет өтетін тіл үйрету курсына барып жазыламын.